Game over! Is this what you're looking for? No! Сәлем достар, айту арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз саналы, дұрыс ойлаушы адам үшін сәл оғаш көрінетін сәндік тенденциялар туралы айтатын боламыз. Біз неліктен осылай болып жатқанына, осындай қорқынышты сәндік тенденциялардың қайдан келетініне және неге олардың оба сияқты жұқпалы болып жатқанына саналы түсіндірме бере алмаймыз. Және біз бұл жерде Supreme'нің күрткелері немесе Гоша Рубчинскийдің футболкалары жайында айтпаймыз. Олар да кейбір адамдар арасында қарсылық пен үрей тудырғанымен, одан да асып түсетін нәрселер бар. Міне, дәл осылар туралы бүгін сөз қозғаймыз. Ең ақылға қонымсыз жері, адамдар расымен де осы тенденцияларды күнделікті өміріне енгізіп киіп жүр. Себебі модельердің әйтеуір бір себептермен мүшеқаптан киім жасаймын деп шешуі бір бөлекте. Адамдардың, осы киімді неге алмасқа деп ойлауы мүлдем бір бөлек. Сондықтан бүгінгі бейне ағартушылық қана емес, емдік функцияға да ие. Өйткені саналы адамдар күш біріктіріп қана осы зұлымдыққа қарсы тұра алады. Сонымен дайынсыздар ма? Ендеше шайларыңызды құйып, дайындала беріңіздер. Біз бастаймыз. Жатарда киетін көйлек. Сән тарихшылары мұндай көйлектердің шығу тегі туралы көп мыжың сөздер айтады. Олардың сөйлеген сөздерінде эмансипация, арт-деко және модерн лебі секілді сөз тіркестері кездеседі. Бірақ біз бен сіз барлығының шын мәнінде қалай болғанын білеміз ғой. Жай ғана бір жалқау немесе ұмытшақ сән қойғыз қонаққа барарда киімін ауыстырғысы келмеді. Иә, түнгі көйлектер расымен әдемі көрінеді, бірақ тек бір жерде, жатын бөлмеде. Сол секілді үй тәпішкелері де өте сүйкімді және ыңғайлы. Бірақ бұл оның қаланы аралауға киіп шығуға болады деген сөз емес қой. You throw this shoe at me, my friend? No? So looks like it was you. Сандалдарды шұлықпен кию. Жаңылыс естідім деп ойлап тұрсыз ба? Do you understand the words that are coming out of my mouth? Жоқ, сіз бәрін дұрыс естідіңіз. Қазір адамдар мұны шынымен де сәнға айналдырған. Мұндай екпінмен жақында миллионердің гардеробында абиба шалбарлары мен торлы майкалар пайда болатын секілді ғой. Көзілдірікті желкеге кию сәнге айналып, ал ең трендті шаш үлгісі осылай болатын шығар. Сондықтан Крыжополь жігіттері, сендер жақында трендке шығасыздар. Ал барлық өзекті трендтер мен ерекше жаңалықтардың трендінде болу үшін біздің арнамызға жазылыңыздар. Гиннестің рекордтары, ғылым, спорт және шоу-бизнес туралы әңгімелер. Біз арнамызда ең тамаша ақпараттарды ғана жинаймыз, және жаңа шығарылымдар туралы бірден біліп отыру үшін жазылып қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен достар, сіздер осы бейнені көремін бел болған кезде өздеріңіздің қандай әрекетке барғандарыңызды білдіңіздер ғой, иә? Егер білмеген болсаңыздар, ескертеміз. Жүйке жүйесі ауырды көтермейтін көрермендердің роликті осы жерде тоқтатқандары жөн. Holy shit, dude, what's the matter? What happened? Себебі келесі бізде түрлі түсті қолтық. Say what? Қысқаша, мұның мәні мынадай. Феминистер бір сәтте мінсіз сырт келбет туралы жалпы қабылданған. Біреулер іліп қойған стереотиптерді ұстануға міндетті емеспіз деп шешті. Және осы қалыптасқан стереотипке қарсылық ретінде ең әлсіз жерден соққы береміз деп қолдықтарын қыруды доғарды. Ал адамдардың бұл түктілікті байқамасы үшін олар тіпті қолдықтарын түрлі түсті етіп бояй бастады. Көп ұзамай бұл сән ақылға қонымды шектерден шыға бастады. Және көптеген жұлдыздар, соның ішінде Майли Сайрус, қала ішінде еш алаңсыз түрлі түсті қолдықпен қыдыра бастады. Әрине, қай жердегі шашты қыру керек, қай жерін бояу керек екендігін әркім өзі шешеді. Біздің арнамыз ресми түрде әйелдердің, ерлердің, қазақтардың, орыстардың, кәрілердің, жастардың, мысық адамдар мен құмырсқа адамдардың барлығының өз болмысын еркін көрсетуге құқылы екендігін мәлімдейді. Алайда біз екі қарапайым нәрсеге жақтаспыз. Бұл сана мен гигиена. Сондықтан Крыжополь достарымыз, ренжімеңіздер. Тірі барбилер. Кейбір әйелдер үшін қуыршаққа ұқсайсың дегенді есту жағымды комплимент. Бірақ мұны тура мағынасында қабылдайтындар да бар. Украиналық Валерия Лукьянова
ұлыбританиялық Ханна Грегори, ресейлік Анжелика Кенова, ақыштық ару Дакота Роуз. Бұл өздерінің қуыршаққа ұқсас келбеттерінің арқасында танымалдылыққа ие болып, әлем бойынша жүздеген қыздардың сондай сырт келбетке ұмтылуына ықпал еткен қыздардың есімдері. Олардың барлығы пластикалық хирургтардың қызметіне тек 1-2 рет жүгінгендерін айтады. Ал осындай сырт келбетке қол жеткізуге медитация, спорт және дұрыс тамақтану көмектесті дейді. Бірақ бұл табиғи сұлулықтың артында не жатқанын сіз бен біз жақсы түсініп отырмыз ғой. Олардың көпшілігі шикі, сұйық диетаға отырып, тек күн мен ауамен тамақтануға көшуге тырысып жүр. Яғни нағыз қуыршақ дерсің, дым тамақ жемей, тыныш қана бұрышта отырып, жаңа үй ғана сұрайды. Маяковский айтқандай, біз бәріміз аздап болсын атқа ұқсаймыз. Ол аттарға жақсы қарым-қатынас туралы түгелдей бір өлең жазды. Бірақ кейбір адамдарға ақынның аллегориясы түсініксіз болған секілді. Олар ақынның сөздерін тым сөзбе сөз қабылдап, тұяқ кие бастады. What the f*** is this? I don't know. Иә, бұл сондай аяқ киім. Кейбір адамдардың өздерінің қос тұяқты жануарларға ұқсастығына ишара жасаудан тым шаршап, бұл туралы тура айтуға шешім қабылдағандары анық. Ал біз олардың ашықтығына таңданғаннан басқа ештеңе жасай алмаймыз. Меггинстер. Бұл леггинстер, бірақ тек ерлерге арналған. Леггинстегі, яғни Меггинстегі ер адам сияқты еш нәрсе батылдықты көрсетіп, қыздардың назарын аудармайтын және кез келген кештің басты назарына айналуға көмектеспейтін шығар. Әсіресе, егер ол оған қоса, жаңа ғана сөз өткен тұяқ аяқ киімді киіп алса, тіпті тамаша болады. Иә, өзін өзі көрсету еркіндігі бұл керемет және тұрарлық нәрсе. Алайда, мұндай киімдегі ер адамды өмірде кездестіруіміз мүмкін деген ойдың өзі, шынымызды айтсақ, сәл үрейді ұшырады. Достар, ал сіздер бұл Меггинстер туралы не ойлайсыздар? Қазақ жігіттері бірнеше жылдан соң Меггинс киіп жүргені қалыпқа айналу мүмкін бе? Гитлермен әуестену. Әңгіме шашын тақырлап алған күмәнді ұрандары бар жігіттер жайында емес, түгелдей бір ел жайында болмақ. Өйткені Таиландта жақында оғаш сәнді тренд Гитлермен әуестену пайда болды. Адамдар Гитлердің суреті бар футболкалар киіп, плакаттар сатып алуда. Жақында ол жақта Гитлер деп аталатын фастфуд мейрамханасы ашылыпты. Ал Адольфтің өзін олар супер қаһармандар қатарына жатқызады екен. Сатушылар кейбір адамдардың фюрердің суреті бар тауарлар дүрліктіреді, бірақ футболкалар жастар арасында танымалдыққа ие дейді. Соған қарағанда, сән және ақылға қонымды нәрсе бұл диаметралды қарама-қарсы нәрсе. Бірақ сонда да біз сіздің алдыңызда сәнді болу немесе адекватты адам болу деген таңдау тұрса, екінші нұсқаны таңдайсыз деп үміттенеміз. Осымен болды. Біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі көріскенше аман сау болайық.